Ал қыздар, бисмилля-рахман-рахим деп мына бір сутка тұрған қарбыздың түсін дәмін көріп жіберейік. Ал бисмилля деп мына жерде дейтін пышағымды қолыма алдым да қарбызымды кесіп жатырмын. Қарбызым дейтін мен кеше осындай уақытта алып келдім примерно, иә. Бүгін ровно бір сутка болып жатыр. Кесуге ерініп жүр едім. Қой бүгін кесіп құрсын, дәмін қарайық деп. Ортасын ашып қалсам, не деген түс деймін да. Түсі дейтін даже жаздың өзінде осындай цветі осындай болмайтын шығар деймін. Цветі дейтін бөлек қой, кәдімгі дейтін қып-қызыл болып бір керемет болып. Содан екіге осылай бөлдім де жартысын кешке жейміз деп алып қойдым. Өйткені балалар жоқ үйде. Үйде тек қана шалым екеуміз. Қазір мына жерде дәмін қарайын деп жатырмын. Қыздар, даже жаздағы жеген қарбыздың түсі кейбіреулері розовый болып отырады іштері да кескенде. Енді мынаның түсі дейтін, білмеймін, өте қанық, қып-қызыл түсі дейтін. Қазір енді дәмін бірге көретін бармыз. Ал бисмилля-рахман-рахим деп мына жерде аузыма салып, вау, дәмі қандай, суы қандай сорғалап ағып жатқан. Вкус дейтін реально просто, қыздар.